Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және оқушылар. Қазақтың қара өлеңінің қасиетін ұғынған Мұқағали Мақатаевтың туылған күніне орай Тәңіртаудың мұзбалағы атты сыныптан тыс сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың мақсаты қазақ поэзиясының мұзбалағы атанған ақынның өмірі мен шығармашылығымен таныстыру. Ақын өлеңдері арқылы оқушылардың отанға, халқына, тілге деген сүйіспеншілік сезімдерін ояту, отаншылдыққа тәрбиелеу. Бүгін менің туған күнім, ой пәләй, мына адамдар неге жатыр тойламай? Банкет жасап берер едім өзім-ақ, Тәңірдің бір жарытпай-ақ қойған-ай. Деп жырлаған ақиық ақын Тәңіртаудың мұзбалағы қазақтың қара өлеңінің қасиетін ұғынған, қатарынан оза туып, қазақ поэзиясына өлмес теңеулер мен образдарды қаламымен қашап қалдырған Мұқағали Мақатаев қазір тірі болса 90 жасқа толар еді. Мұзбалақ ақын, поэзия хан тәңірі, қара өлең сұлтаны деген теңеулер бүгін Мұқағали мен егіз ұғым. Туған жерден бастап махаббат сезіміне дейін шыңына шығара жырға қосқан бірегей тұлға Мұқағали Мақатаев ел есінде мәңгі сақталмақ. Қара саз, қара шалғын өлеңді өстім, жыр жазсам оған жұртым елеңдестің. Өлсе өлер Мұқағали Мақатаев, өлтіре алмас алайда өлеңді ешкім. Мәрт мінезді, өр кеуделі, от жүректі ақын Мұқағали Мақатаев Алматы облысы Райымбек ауданына қарасты Қарасаз ауылында 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келген. Мұқағалидың азан шақырып қойған толық аты Мұхаммед Қали. Пайғамбардың атын түгел айту балаға ауыр болады деп еркелетіп, қысқартып Мұқағали атап кеткен. Ақын 10 жасынан бастап өлең жаза бастайды. Поэзия мені менен егізбедің, сен мені сезесің бе неге іздедім? Алауыртқан таңдардан сен іздедім, қарауытқан таңдардан сен іздедім. Деп жырлаған саф алтындай поэзиясын бір елдің мұрасындай етіп қалдыра білген ақынның өлеңдері өз айтқандай талай болашақтарға көшеді. Ендеше сол бір мәңгілік көштің сырлау үніне, жадымызда жаңғырған жыр жолдарына құлақ салайық. 7 Б сынып оқушысы Шақпандарова Алина. Мұқағали Мақатаев. Әке, сенің жасынан асып барам, кезі келгенде тасып қалам, кезі келгенде жасып қалам, мына өмірге бәрі бір ғашық балам, көрі алақан емеспін қуаныштан. Қуаныштан алдымда құрақ құшқан, бір арыстан өмірден өткенмен, өмір сүріп келеді тірі арыстан. Өкінбе, әке, отын бар сөнбей тұғын, ол мәңгілік жанады көрмейтінім. Ұрпағын бар ел менен ер намысын, тірі тұрса қолынан бермей тұғын. Бүгін мен туған күнім, ой пәләй, мына адамдар неге жатыр тойламай? Банкет жасап берер едім өзім-ақ, Тәңірдің бір жаратпай қойған-ай. Мына неге жатыр үндемей, алаулатып тойдың шоғын өрлемей, құша гүл шоқтары лақтырып, мынау шапақ мынау атаң мың демей. Мұқағали Мақатаев. Автограф. Көрер едің, шаламын ба, отпын ба? Білер едің, ақынмын ба, жоқпын ба? Кектендерген хан жәңгірде жоқ мұнда, кектенетін Махамбет те жоқ мұнда. Түсінерген езбін бе, әлде ермін бе? Байқар едің, артықпын ба, кемін бе? Мен Спартак бола алмадым, не шара? Сезін өзін Цезарь болып, көрдің бе? Мұқағали Мақатаев. 3 бақыттым. Ең бірінші бақыттым халқын менің, соған берем өлінің алтын кенін. Олар болса мен бағым қол бұлмаймын, құмдырақ алтыннан арқан менің. Ал екінші бақыттым тілім менің, тәжүрікті тілмен тілімдедім. Кейде дүнде түнілсем де, қасиетті тілмен түнемедім. Бақыттым бар үшінші отан деген, Құдай дем кім десе отан дерген. Оты сіңген жалғында жан бірсің ба, ойланбай әкелдағы отал менен.
өлесің ау бір күні, тыясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі, пай-пай өмір өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз, пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгеміз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына аспанда далан ау, бәрімізден қаладау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау.